Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Күн салқын кезде жиі жасалатын, әрі жақсы желінетін салаттардың бірі осындай красный капуста мариновать еттім. Сіздер де жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге қажетті заттар: қырыққабат, қызылша, сәбіз, зелен, сарымсақ, қызыл ащы бұрышымыз, лабыр жапырағы, қара домалақ бұрышымыз керек болады. Бірінші осылай алдымен зеленімізді салып, сосын қырыққабатымызды орналастырамыз. Үстіне қызылша мен сәбізімізді салып шығамыз. Енді сарымсағымызды, қызыл ащы бұрышымызды, лабыр жапырағын саламыз. Қара домалақ ащы бұрышымызды саламыз. Және 2 ас қасық тұз салып, енді екінші слойын орналастырамыз. Осылай қайтадан зеленімізді қойып шықтым. Қырыққабатымызды қойып шықтым. Осылай 2 слой қылып жасасаңыз, капустаңыз тез қызаратын болады. Өте дәмді, сочный, қытырлақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін көріңіздер. Рецептісін описанияға қалдырып кетемін, сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Енді осының үстіне қайнап тұрған суымызды құямыз. Суымызды батып тұру керек. Капустамыз міне осындай батып тұру керек. Сосын үстін жауып, осылай басып, груз қойып, жылы жерге 3 күнге қойып қоямыз. Сосын ары қарай салқын жерде сақтасаңыздар болады. Мына жерде менде 7 күн өткен кезі осылай қызарып әдемі болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлдариға. Назарларыңызға рахмет.